Assalamu alaikum. Туғандар, мына мендаль 560 сом, 350 сом, курага кандек натурал 375 сом, тыквенные семечки, ашқабақ егіп семечке жазсақ, мына қытайский болса керек. Мына дәнектер, мына осы шағылған очищенный мендаль 938 сом. Мына біздікі емес, фисташка. Шунun орнына өзіміздің фисташканы сатыш керек та. Альтернатива жоқ болса, анан алып келіш керек та. Біздің торговый центрлерге ушу требованияны қойыш керек. Чернослив өзіміздікі. Жаңғақ, чағылған жаңғақ. Мына мейіз. Құрғатылған алма 125 сом. Аралаш екен, компот. Мына арахис. Арахис отырғызба қойдық. Совсем. Мына қара семечке, сары мәйіз, чағылған семечке. Чернослив 175 сом. Бізде азыр ақсыда 70 сомдан сатылады. Мына ушундай магазинді атыш керек те. Мына Россияда бізден бір туғандарыбыз, мына біз отырғызған бақтың бардық продукциясын сатып бергені 1 миллион киши бар ошол жерде. Ошон жарымы фермерство кылса, жарымы ушул бизден чыккан товарларды сатса дагы миллиардтаган акчаларды алып келет ошолор бизге. Кудай калса, ал жөнүндө дагы бир күнү прямой эфиримде суроо бергиле, ошону эстетип мен ал жөнүндө да сүйлөп берейин.